Қайырлы күн, іскер азамат тобының көрермендері, табысты кәсіпкерлер. Бүгін біз сіздермен мемлекеттік грантты қалай алуға болатындығы және бастау бизнес жобасы бойынша оқудан өтіп сертификат алуды көрсететін боламыз. Және де бизнес еңбек порталымен, яғни сайтымен таныстыратын боламыз. Және бұл қайтарымсыз грантты кімдер алады деген сұраққа жауап береміз. Сертификат алуды көрсететін боламыз. Егер сіз видеоны көруге дайын болсаңыз, ең алдымен біздің іскер азамат тобына каналына жазылыңыз, лайк басыңыз, комментарий қалдырыңыз және қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Шыққан видеоны көріп кәсіпкерлік жолыңызды дамытқыңыз келсе, міндетті түрде қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Енді осы сайттың сілтемесін мен видеоның соңында комментарийға қалдырамын. Кіріп қарасаңыздар болады. Және осы порталды мен сіздермен толық танысты. Сайтқа кіргеннен кейін бастау бизнес, гранттар, видео нұсқаулықтар деп тұрады. Осының төменгі жағына түссеңіз, бизнес бастау жобасы бойынша оқыту деп тұрады. Және төменгі жаққа назар аударсаңыз, оқу еңбек KZ порталында өтеді. Оқу курсқа жазылу үшін сізге жазба шарттарына сәйкестігіне тексеруден өту қажет. Мемлекеттік грант барлық адамға бірдей берілмейді. Оның өзінің критерийлері бар. Сол критерийлерге сіз сәйкес келесіз бе? Соны міндетті түрде, бұл автоматты түрде портал және сол тексерістен өткен адамдар ғана осы порталда оқудан өтіп сертификат ала алады және қайтарымсыз грант алуға мүмкіншіліктері бар. Оқуға қатысу шарттары сіз келесі сілтеме бойынша біле аласыз. Мен сілтемесін қалдырам. Өздеріңіз соңынан толық танысып алсаңыздар болады. Енді гранттар кестесіне тоқталайық. Тұрақты немесе уақытша тіркелген тұрғылықты жерді таңдаңыз дейді. Яғни осы жерде сіздерге қанша грант бөлінгендігі көрсетілген. Яғни бірінші потокта өтініш грант берілді, 710 грант берілді, ол өтіп кетті міне аралық. Екінші потоктың гранты міне жүріп жатыр, қазіргі таңда комиссиясы жүріп жатыр. Үшінші лек 29-нан басталады, августтың 29-нан басталады. Міндетті. Осы жерде сіздің аймақта қанша грант бөлінгенін білу үшін сіз мынау жерде Қазақстан деген жерге өзіңіздің облысыңызды таңдайсыз. Қала немесе аудан атын таңдауыңыз керек. Мысалы үшін мына жерде мен Қызылжар ауданын көріп берейін сіздерге. Жастарға қанша бөлінді грант? Міне бірінші потокта 14, екінші потокта 6 грант бөлінген. Және үшінші, төртінші потоктарда 7 гранттан бөлінген. Енді жеке әлеуметтік санаттағыларға, осындай мүгедектігі бар адамдарға 3 грант, 9 грант, 8 грант бөлінген. Осылай тексеріп алсаңыздар болады. Мысалы үшін қазір мен сіздерге Түркістан облысын тексеріп көрейін. Оның ішінде бір жастарға 25, 11, 33, 57 бөлінген. Және әлеуметтік санаттағы адамдарға 28, 24 дүниелерді сіз осы жоғарыдағы батырманы басу арқылы осы жерде тестілеу қалай өтетіндігі, мәртебені қалай тексеру керек екендігі, оқу платформасы қай жерде болады, яғни модульдер, яғни оқу неше бөлімнен тұратындығын көруіңізге болады. Қорытынды тестілеу, қанша ұпай жинау керек қорытынды тестілеуде, аралық тестілеуде қанша ұпай жинау керек, барлығын оқып танысып алсаңыздар өте жақсы, өзіңізге пайдалы болады. Және сертификат қалай алу керек, қанша уақытқа жарамды, соның бар. Және жаңа айттым мен, бөлінген гранттар, оларды қалай тексеру керек екенін, көру керек екендігін туралы. Міне осы жерде мәртебені қалай тексеру керек, бизнес жоспар қалай жазу керек, өтінішті қалай беру керек, комиссия туралы хабарландыру, жобаны таныстыру, дереккөздерді ұсынусы, шартқа қол қою, грант қаражатын алу, мақсатты пайдалану туралы есептер, міне барлығын оқып танысып алсаңыздар, ертең өзіңізге жақсы болады. Бір жағынан сауатыңыз ашылады. Ертең комиссиядан өткен кезде де сіз осы нелердің барлығын оқып, жаттап, біліп тұрсаңыз, комиссияның қорытындысымен де
кішкене келіспеген тұстарыңыз болса, олармен тең дәрежеде біліміңізді жеткізу. Видео нұсқаулық бар, видео нұсқаулықты қарап алсаңыздар болады. Енді біз сіздермен осы порталға кірейік. Ал енді біз сіздермен осы порталға кірейік. Кіру үшін сізде осы жерде кіру деген батырманы басқаннан кейін сіздерде осындай бет ашылады. Осы бетке сіз ең алдымен тіркелуіңіз қажет. Байқап отырсаңыз, міне төменгі жақта, оң жақта тіркеліңіз деп тұр. Осы тіркеліңіз дегеннің үстінен басыңызде осы терезе ашылады. Бұл жерде email, яғни электронды почта арқылы тіркелуге болады, және ұялы телефон арқылы тіркелуге болады. Енді мен сіздерге қазір ұялы телефонмен тіркелу туралы көрсетейін. Осы жерге ұялы телефонымызды енгіземіз. Ұялы телефонымызды енгізгеннен кейін бізге растау туралы код жібереді. Сол кодты мынау осы бөлікке жазуымыз қажет. Өзіңіздің кіретін пароліңізді енгізесіз. Сіз және пароліңізді енгізгеннен кейін келесі батырмасын басқаннан кейін сізге осындай терезе ашылады. Міндетті түрде осы жерге еніңізді жазуыңыз қажет. Және сіз еніңізді енгізгеннен кейін ETSK көмегімен оны өзіңізді растауыңыз қажет. Ол үшін ETSK дегенді басып осы жерден бірінші, яғни AutoS. Міне біз порталға кіргізді. Енді осы жерде біз порталға кіргеннен кейін менің кабинетім дегенді басамыз. Менің кабинетім деген басқаннан кейін мәртебені тексеру, жинақтауға және өңдеуге келісемін дегенге галочка қоямыз, және тексеру деген. Яғни осы жерде біз отбасылық кәсіпорында ақы төленбейтін қызметкер деп жазамыз. Және тексеру деген батырманы басамыз, окей батырмасын басамыз. Енді біз сіздермен қайтадан ETSK арқылы өз мәліметтерімізді өңдеуге келісім бергенімізді көрсететін. Осы жерде сізде осындай ұзақ тұратын болса, мына жерде обновить деген батырманы басатын болсаңыз, міне мәртебе тексеру нәтижесі дейді. Қайта өңдеу оқу курсына жақсы шарттарға сәйкес келіп тұрмыз. Біз курсқа өту деген батырманы басамыз. Міне барлық сабақтар тізімі, жаңа жоғарыда айтқандай 12 модуль. Осы модульден кейін қорытынды тестілеу. Қорытынды тестілеуді өту үшін сіз алдымен барлық модульдерді өтіп, оның ішінде аралық тестілеулерден өтуіңіз қажет. Осылардың барлығын өткеннен кейін сізде сертификат алуға ең соңғы қорытынды тестті өтуіңіз қажет. Және мен сіздерге келесі видеода қорытынды тесттен өтіп, сертификатты қалай алу керек екендігін көрсететін боламын. Осы видео сізге өз пайдасын тигізген болса, лайк басып комментарий қалдырыңыз. Мен сіздердің сұрақтарыңызды, комментарийіңізді оқып міндетті түрде жауап беретін боламын. Келесі видеоны көргіңіз келсе, біздің каналға қоңыраушаны басып қойыңыз. Келесі видеода кездескенше сау болыңыз.